Ерекше дәмді әрі жұмсақ булочканың рецептісі. 1 кг ұнға 3 қасық дрожжи, 1 қасық тұз, 6 қасық қант, 2 жұмыртқа, 100 мл сұйық май, 1,5 стақан сүт, 1,5 стақан қайнаған су. Бұл жерде булочканың егерде тәтті болғанын қаласаңыз, қантты көбірек қоссаңыз болады. Және жұмыртқаны да көбірек қоссаңыз болады. Бірақ маған 2 жұмыртқамен ереген ұнағандықтан 2 жұмыртқа ғана қостым. Су міндетті түрде қайнаған болу керек. Сүтпен араластырғанда температурасы бір қалыпқа келеді. Онда елеп болғаннан кейін 40 минутқа не 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін противенға салуға формировка жасаймыз. Формировка жасаған мен гүл тәрізді жасадым. Әркім өзінің қалағанын жасауға болады. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алсаңыз, булочкаңыз дайын.